Пресс көрсетіп жатыр, пресс. Артынан, ане. Қазақта ондай болмайды. Ішінен көрсет, ішіңді, прессіңді. Сыртын май басып тұрады да, соның өзі пресс. Ішінен көрсет, ане пресс, ане. Кәдісін болады ондай зат. Ане көрсетіп жатыр прессін. О. Қолыңды күшін көрсет, қолың күшін. Қолым ауырып кетті ғой. Қолың көрсет, қолың күшін. Ұста де. Ұстап көр дейді, ане. О, мұның. Қолым ауырып кетті мен. Қол күрестірмейсің ба? Атаң айтты, келді. Айтсайшы енді. Қане? Атаң қол күрестірмей. Бас, шықпа. Айттым ғой, біздің асыл кім деген бақшы Қорықпасаң әлі есқа жетесің. Қорықсаң есқа жетпейсің. Только вперед баса бер ол. Ағнат ойбай, мен атам екеуміз қырғын болатын екен, көтеріп келіп соскысын жоғалтып келеді. Соскын енбесе температура беріп ауырады түнімен. Жігіт қорықпау керек еш уақытта. Ол қыздар қорықса қорқа бересің. Сен қорықпауың керек. Только вперед баса берген болды. Саған келеді, кірпіктері анық келеді. Қасы бәрі. Удар жыртып кетіп, кірпіктер бұлай кетіп қалды. Bir gün ağam айтты маған, балам, қоя қойсаң осы адамдармен айқасу төбелесуде ертең мына адамның шырайы бетінде ғой бір басыңа бір аман жері қалмады, енді бетіңнен еш аман жері қалатқан жоқ. Қоя қойсаң адамның шырайына мына несі ғой деп айтады, қой анау деймін ғой мен. Сонда дұрыс айтқан екен ол. Енді ол кезде қайда қан қайнап бас жарылып жатырған, бас жарылсаған үйіне бара береміз. Байлап не Ахмат ақылармен қан шықты. Гүлсімне кетіп қалды, үйге келсін деп не? Балалармен.